Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріңіздер. Мен бүгін сіздерге бесбұрышты сәнді декор құрақ түрін құрауды үйрететін боламын. Мына құрақ түрі астармен, мынау материалдың өзімен. Міне мынадай. Ол үшін бізге 26-да 26 астарлық қажет. Екінші бізге бесбұрышты, міне бесбұрышты құрақ көзі қажет. Және мынаның әр бұрышы 5 сантиметр болу керек. Міне. Және де королевский велюрдан 5 түсті мата қажет. Міне. Мен осы түстерді таңдадым. Сіздер қалаған түстеріңізді өздеріңіз таңдай аласыздар. Мата жолақтарының міне ені 4 сантиметр болу қажет. Менімен бірге құрап үйренулеріңізге болады. Міне құрақ көзін осы неге астарлыққа тігіп шығамыз. Бірінші мына бежевыйымызды тігеміз. Екінші фиолетовый түсімізді тігеміз. Бұл түстер қиған кезде былай ұясыздар. Көрдіңіздер ғой? Істесіздер. Үшінші мына сары түсімізді тігеміз. Төртінші көк түсімізді тігеміз. Бесінші қызыл түсімізді тігеміз. Енді осы түсті осылай қайталай береміз.
Міне тігіп шықтық. Енді мына артық жерлерін бәрін қиып шығамыз. Міне бес бұрышты сәнді декор құрағымыз арты осындай болып шықты. Алды міне осындай болып шығады. Бұны парластырып сыйлыққа тартуларыңызға болады. Бұны үлкейтіп размерін әртүрлі заттар істеулеріңізге болады. Үйреніп алыңыздар.